Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен майонезсіз салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керегі тұрып, болгарский, пияз, сәбіз, көк пияз және петрушка. Ең алдымен барлығын қабығы тазартылғаннан соң осындай корей күшінен жақсылап тұрып барлығын өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан соң сәбізді де дәл солай барлығын өткізіп алатын боламыз. Енді көк пиязды осылай жіңішке етіп турап шығыңыздар. Тұрып пен сәбіз салынған ыдысымызға саламыз. Яғни петрушканы дәл осылай тураймыз. Петрушканы да барлығын ыдысымызға саламыз. Енді пиязымызды алып, жартылай сақиналап, оны майда бөліктерге бөліп аламыз. Болгар бұрышын тең ортасынан бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Енді қызып тұрған табамызға, сковородкамызға, яғни май құямыз және үстінен пиязды саламыз. Пиязды жақсылап қозғап, сарғайғанша қуырамыз. Қуырылып жатқан пияздың үстіне болгар бұрышын кішкене тағы да қосып қуырып жібереміз. Сонда болгар бұрышы өте дәмді болып шығады. Барлығын осы ыдысымызға саламыз және дәмдеуіштерді салатын боламыз. Бұл тұзымызды себеміз және де қызыл бұрыш және паприка. Екеуін де саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте пайдалы салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Барлық тағам түрлерімен үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.